Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Ұстаздықтың бар қасиетін бір бойына жинастырған Жұмабекова Айша Әкімбекқызы Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінде 1993 жылдан бастап қазақ тілі мен қазақ әдебиетінің оқытушысы ретінде еңбек етіп келеді. Шәкірт үшін бақытын, уақытын аямаған жан. Ұстаздық жұмысының негізгі мақсаты еңбек іс-әрекеті бойынша жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Студенттері оқу және тәрбие барысында бірін-бірі түсіну, бірігіп жұмыс жасау сияқты қарым-қатынастарын арттыруда шеберліктерімен көзге түседі. Бала жүрегінде ойып орын ала білетін ұстаз, білім алушының бойындағы ерекше қасиеттері шығармашыл тұлға ретінде аша біледі. Үш түрге бөлінеді. Ет тағамдары, сүт тағамдары, нан тағамдары. Енді қараңдар. Ет тағамдарына не жатады? Ет тағамдары. Келесі қазақтың ұлттық ет тағамдары? Суретке қараймыз, қандай тағам? Жая. Дұрыс айтасың. Келесі қандай тағам? Олай дейтініміз, Айша Әкімбекқызы әр студенттерін жете зерттеп олардың шығармашылық қасиеттерін арттырып отырады. Қабілеті жоғары студенттерге аса көңіл бөледі. Мұндай студенттері жыл сайын республикалық, облыстық, қалалық іс-шараларда топ жарып, қанжығасын майламай, үздік жүлдесіз қайтпайды. Ұстаз бейнесі шәкірт үшін адамгершіліктің ең жоғарғы үлгісі. Ұстаздың лаулаған, жалыны әр жүрекке жылу сеу, нұр құятын қуаттың ошағы. Ұстаз өзінің бар күнін, бүкіл өмірін бала тәрбиесіне сарп етуге бел буған періште. Шәкірттің жүрегінде мәңгілік із қалдырған ұстаз бейнесі қандай мейірбан, қандай сұлу десеңізші. Сол періште жүректі мейірбан ұстаздардың бірі Жұмабекова Айша Әкімбекқызы. Тәрбиеші, киелі мамандық. Адам тәрбиелеу, оған ғылыми негіздерден мәлімет беру, баланы өмір сүруге үйрету өте қиын шаруа. Тәрбиеші күн сайын ерлікке пара-пар жұмыс жасайды. Айша Әкімбекқызы әр баланың жан дүниесін түсіне алатын психолог ретінде де балаларды тәрбиелеуде халқымның ғасырлар бойы келе жатқан құндылықтарын бойына сіңіріп, ойына ұялатуға үнемі тырысады. Мемлекетіміздің лидері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тілдерді дамыту және қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Жұмабекова Айша Әкімбековнаның ұйымдастыруымен біз сыныптан тыс үйірмелер жүргіземіз. Яғни ондағы мақсатымыз басқа ұлт өкілдерінде қазақ тілді дамыту, яғни мемлекеттік тілді дамыту болмақ. Біз Айша Әкімбековнаның басшылығымен орыс группаларының арасынан топ құрдық. Мемлекеттік тіл біздің тіл. Біздің мақсатымыз ол біздің колледжде орыстардың топтардың арасынан мемлекеттік тілді білу. Мен өзгеше Айша Әкімбековнаны құрметтеймін. Мне нравится, как Айша Әкімбековна работает с нами. У нее к нам ко всем индивидуальный подход. Мы любим ее. Я хочу быть похожей на нее. Ана мейіріммен ұстаз мейірімі егіз деген сөз осы Айша Әкімбекқызын нұсқап тұрғандай. Себебі Айша Әкімбекқызы колледжіміздегі қыз бала тәрбиесіне немқұрайлы қарамай, ана ретінде өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісіп отырады. Еліміздің басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің әрбір азаматының денсаулығы бұл республикамыздың жетістігі деген. Сондай-ақ Қазақстан 2030 бағдарламасында Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқатына баса назар аударылып, ерекше аталып өтілгені біздің азаматтарымыздың ертеңі бүгіннен басталатынын көрсетсе керек деген ұстанымда ұстанатын Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев біз сіздермен тек қана болашақ буынды ғана емес, еліміздің адамзаттың қадір қасиетін түсінетін,
мән маңыздылығын түсінетін, жаны, тәні таза, білімді жастар тәрбиелеу керек деген болатын. Дұрыс тәрбие беру баланың бойында біткен ол өмір бойға азық деп білсек, сол тәрбиені беретін ұстаз, яғни екінші ана, ол ұстаз. Осындай ұстаздарымыздың бірі Айша Әкімбек қызы күніне жүздеген шәкірттермен сөйлесіп, сол шәкірттеріне білім нәрін бере отырып тәрбиелеп жүрген ұлағатты ұстаздарымыздың бірі. Белсенді ұстазымыз спорт саласында да өзінің қырын көрсетіп жүр. Колледжде елбасымыздың халыққа жолдауын насихаттау, ақпарат құралдарында жастар арасында саяси көзқарас туралы материалдар жариялау сияқты іс-шараларға қатысуы Айша Әкімбек қызының атқарған игілікті істерінің бірі. Айша Әкімбек қызы шәкірттері мен әріптестері арасында сыйлы да қарапайым, инабатты да салмақты, ізденуден, үйренуден бірде-бір жалықпайтын, талантты өсіретін талап екен көруге болады. Биікке қарай, қанаты талмай, самғай ұша беретін ұстаздың бірі Айша Әкімбек қызы деп танимыз.